Сәлем құрметті оқушы, бүгін біз жақшасы бар өрнектегі амалдардың орындалу реті деген тақырыпты өтетін боламыз. Сабағымыздың мақсаты жақшасы бар өрнектердің мәнін табуды үйрену. Ал енді мына ережеге назар аудар. Жақшасы бар өрнекте алдымен жақшаның ішіндегі амал орындалады, содан кейін жақшаның сыртындағы амал орындалады. Ал бірінші өрнекке қараймыз. 15 азайту жақша ішінде 1 қосу 4. Бірінші жақшаның іші орындалып тұр. Яғни 1-ге 4-ті қоссақ 5. Ал екінші азайту амалы 15-тен 5-ті азайтсақ 10 болады. Тамаша. Келесі жақша ішінде 15 пен 1-дің айырмасына біз 4-ті қосамыз. Бірінші жақшаның іші орындалып тұр. 14, 14-ке 4-ті қоссақ 18. Тамаша. Шығарып көр. Санды өрнектерді оқы, олардың мәнін тап дейді. Балалар, біз санды өрнектерді дұрыс оқуымыз қажет. Ендеше, бірінші өрнекке қараймыз. 18, 12-ге 8-дің қосындысы жақшаға алынып тұр, және азайту 3 дейді. Енді бұны қалай оқимыз? 12 мен 8-дің қосындысынан 3-ті азайт. Ал кәнекей, келесі. Енді мына өрнекті оқып берейін. 50 қосу жақшаның ішінде 20 азайту 20 дейді. Ал енді 20 мен 20-ның айырмасына 50-ді қос десек дұрыс болады. Себебі бірінші біз азайту амалын орындаймыз, себебі ол жақшаның ішінде тұр. Орындап көр. Мәні 10 болатын санды өрнектер арқылы лабиринтті жүріп өтсең, сен хоккейшінің гол соққанын, қай хоккейшінің гол соққанын білетін боласың. Ендеше қараймыз. Міне. Бірінші қақпадан бастағанымыз дұрыс. Ал кәнекей 20-дан азайтамыз. Жақша ішінде 6 қосу 4. Алдыға 4-ті қоссақ 10. 20-дан 10-ды азайтсақ қанша болады? 10. Яғни осыны бояп қоямыз. Келесі, енді мына 3 жолдың қайсында 10 шығады. Соны бояп, қай хоккейшінің гол соққанын табасың. Өрнектің мәнін тап. Ең бірінші біз жақшаларды орындайтынымызды үйреніп алдық. Екінші жақшаның сыртындағы амал. Міне, әрқашан үстіне амалдардың орындалу ретін қойып шығыңдар. Сол кезде өздеріңе де жеңіл болады. Ал енді келесі тапсырма, керісінше жақша қоюымыз керек. Мәні белгілі. Ал енді мына жағдайда қай жерге жақшаны қойсақ болады екен? Мысалы, бұлай. 11-ге 7-ні қоссам 18, 18-ге 2-ні қоссам 20. Менің өрнегім дұрыс болды. Міне, тура осылай соңына дейін жақшаларды қойып шық. Спортшылар, әр бағандағы қай өрнектің мәні дұрыс? Сол спортшының нөмірі болып табылады. Ендеше бірінші өрнектерді толығымен шығарайын, сосын тауып берейін. Ал енді 5-тен 4-ті азайтсақ 1, 11-ден 1-ді азайтсақ 10 болады. Яғни мына 2 деп жазылып тұрғаны дұрыс емес. 6-ға 8-ді қоссақ 14, 14-тен 14-ті азайтсақ 0 болады. Яғни 16 деген қате жазылған. Келесі, 12-ге 8-ді қоссақ 20, 20-дан 10-ды азайтсақ 10. Яғни мына хоккейшінің номері 10 екен. Осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.